Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біздің 12-ші дәрісіміз. Дәрістің тақырыбы сөздердің стилистикалық белгіленуі, тілдік тәсілдердің стилдік сипаттамасы, қарастыратын мәселелер тілдік тәсілдердің стилдік сипаттамасы, стилистикалық қатенің түрлері, олардың басқа қателерден ерекшелігі. Жалпы адамзат баласының болмысының қоғамдық өмірде санасы, қабілеті, талғам өрісі кеңейген кезде ғылымның түрлі салалары игеріліп, жаңа техника мен компьютерлік жүйенің дұрыс немесе кері ықпалы жетілген тұста стильдің әртүрлі саласының атқаратын қызметі күннен күнге артып келеді. Яғни функционал стильдердің ең үлкен ерекшеліктерінің бірі бұл әр стильге тиісті мәтіндерде тіл бірліктерінің сараланып қолданылуы. Сондықтан функционалдық стильге тән сөздер, терминдер, термин тіркестері, сөйлем түрлері тағы басқалар болады. Функционалды стиль мәтіндері әрдайым біртүрлі болмайды, оның құрамында мәтіннің бірнеше нұсқалары болады. Енді осы тұрғыдан алып қарағанда, осы ерекшеліктерге сәйкес жалпы тілдік қолданыстар, тілдік белгілердің қолданыстары әртүрлі сипатталып келеді. Соның біріншісі бұл фонетикалық сипаты. Фонетикалық стилистика саласында дыбыстардың түрлері қарастырылады. Яғни акцентологиялық варианттар, олардың стилистикалық қолданысы зерттеушілердің ерекше қызығушылығын туғызатын мәселеге жатады. Сөйлеу барысында интонацияның стилистикалық мүмкіндіктері әралуан. Оларды көбінесе көркем мәтін құраудағы монолог пен диалогты талдау барысынан анықтауға болады. Әр сөзді ретімен, орынмен және мазмұнға сай қолданудың маңызы ерекше жүр. Ғалымдар да, ұстаздар да, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де, құқық қорғау органдары немесе кеңсе қызметкерлері ана тілін жете меңгеріп, ойын дәл әрі айқын жеткізу мақсатында дұрыс қолдана білуге, дұрыс жұмсай білуге міндетті болып табылады. Басқа тілді қабаттарға қарағанда лексика фразеологиялық деңгейдің стилистикалық мүмкіндіктері ерекше бай екенін зерттеушілер де көп айтып жүр. Диалектизмдерді, жаргон сөздер мен арготизмдер стилистикалық мақсатта қолдану әрбір жазушының өз құзырындағы мәселе, дегенмен оларды шығармада болсын, тағы да басқа да еңбектерде орынды, орынсыз басарты қолдану қай зерттеушінің болмасын назарын аударары сөзсіз. Тарихи, көнерген сөздер негізінен тарихи көркем шығармаларда жиі қолданылады. Ал тіліміздегі жаңа сөздердің стилистикалық қолданысы мағынасымен жаңарған және бүгінде жаппай аударылып немесе тіліміздің ішкі мүмкіндіктерін пайдаланып жасалып жатқан терминдерге қатысты болып келеді. Тіл мамандары арасында күні бүгінге дейін шешімін таппай келе жатқан пікірталас бұл синонимдерге қатысты болып табылады. Яғни зерттеушілердің біраз синоним болатын сөздер бір ғана ұғымды білдіру тиіс, екіншілер синоним басты белгісі ол сөздердің өзара алмасу мүмкіндіктерін атап көрсетсе, үшінші топтағы зерттеушілер бұл синоним болу үшін ол сөздің мағыналық жағынан жақын болу қажеттігін қуаттайды. Синоним қатар құратын сөздердің саны жағынан ең азы екеу болатын мәлім, ал оның шегі қанша болатыны туралы айту дәл дөп басып айту қиын. Синоним тізбектегі сөз саны неғұрлым көп болса, сөз қолданушының шешендігі, оның сөз байлығы соғұрлым айқын анықталады. Фразеологизмдер халық тілінің байлығын барынша танытумен қатар тілдің қолдануының мол мүмкіндігін көрсетеді. Тұрақты тіркестерге тән ерекше қасиет олардың экспрессивті эмоционалдық бояуының айқын аңғарылып тұратындығы. Сондықтан тұрақты тіркестерді орынды кірістіріп сөйлей білген адамның ойының айқындығын ғана емес, және сонымен қатар әсерлі болатында дау тудырмайды. Фразеологизмдер ең алдымен алғаш сөйлеу тілінде не жазба тілде қолданылатын халыққа жазба тілде қолданылып халыққа танылады. Ал қазақ тілінің фразеологизмдердің дені жазба тіл дамымай тұрып сөйлеу тілінің негізінде қалыптасқан. Тіліміздегі сан алуан тұрақты тіркестердің мейлінше мәнерлі және нақтылы дәл қолдануының стилистика үшін маңызы зор. Ауызекі сөйлеу тілінен бастау алатын тұрақты тіркестер тілімізде қалай болса айтылып, кез келген жерде оңды солды қолданыла бермейді. Сондықтан стилистика тұрақты сөз тіркестерінің тілімізде атқаратын қызметіне, оның қолданылу заңдылықтарына аса көңіл бөледі. Смит Кеңесбаев фразеологизмдердің мәнерлілігі стильдік қызметі жайында тиянақты тіркестің өн бойы тілдегі сөйлеудегі өз еншісіне тиер меншік қасиеті стильдік ерекшелік деген болатын. Ал қазақ әдеби тілінің функционалдық
стильдерін зерттеушілер үлкен екі салаға бөліп қарастырады, яғни сөйлеу тілі және жазба тіл. Осыған байланысты стильдік қолдану аясына қарай қазақ тілінің фразеологиясын екі ірі топқа бөлуге болады. Яғни біріншісі бұл сөйлеу тілінің фразеологиясы, яғни фольклорлық фразеологизмдер, ауызекі сөйлеу тілі фразеологизмдері және қарапайым фразеологизмдер. Ал келесісі бұл жазба тіл фразеологиясы. Бұл топқа көбіне жазу тіліне тән фразеологизмдер енеді. Фразеологизмдердің стилистикалық ерекшеліктерін қарастырғанда бейтарап фразеология ұғымы қолданылады. Бейтарап сөзі жалпылама деген мағынаны білдіреді. Бейтарап фразеологизмдер дегеніміз, яғни сөйлеу стилінде болсын, кітаби жазба стильдерде болсын, жалпылама қолданылатын тұрақты тіркестер болып табылады. Олардың ішіндегі этнографиялық фразеологизмдер халықтың болмысын, әдет-ғұрпына тікелей қатысты. Фразеологизмдердің стилистикалық ерекшеліктерін айыра білудің маңызы зор. Бұл сөйлеу тілінде экспрессивті бояуы әртүрлі фразеологизмдерді орынды жұмсауға және керекті жерінде қолдануға мүмкіндік береді. Сөз таптарының экспрессивтік стилистикалық ерекшеліктерін зерттеуде олар түрлі стильдік қолданысы басты назарда тұрады. Яғни бұл жерде зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, еліктеу сөздердің тағы басқалардың лексик-грамматикалық категорияларын стилистикалық белсенділігі мен мүмкіншілігін анықтау көзделеді. Яғни сөз таптарының экспрессивтік стилистикалық ерекшелігін зерттеудің тағы бір маңызды тұсы сөз таптары мен түрлі морфологиялық формалардың экспрессивтік қызметін талдау. Грамматиканың көркемдегіш, мәнерлегіш қасиет сапасы мен мүмкіндіктерін олардың көркем публицистикалық шығармалардағы шығармашылық тұрғыдан игеру тетіктерін анықтау экспрессивтік стилистиканың міндеті болып табылады. Сөз таптарының стилистикалық сөз таптары және сөз семантикасы зерттеу аясында кеңінен дамыды. Яғни Сарбаев еліктеуіш сөздердің лексика-грамматикалық сипатын талдай келе, оның стилистикалық мүмкіншілігі жоғары екенін айтады. Болғанбаев, Сағындықұлы, Оразбаеваның еңбектерінде сын есімдердің стилистикалық вариациясы мен синонимиясы зерттеледі. Сөз таптарының ішінде функционалдық және экспрессивтік тұрғыдан өзгермелі қолдану белсенділігімен танылатын сөздердің бір тобын зат есімдер мен етістіктер құрайды. Сөз таптарының ішінде зат есімнің стилистикалық ресурстары ерекше айқын сезіледі. Көптік, жекешелік варианттары, септелу түрлері зат есімнің көп функционалдығын көрінісі болып табылады. Сын есімнің стилистикалық ресурстары көп ретте оның варианттық түрлеріне байланысты болады. Тілдік ярустар тұрғысынан алғанда сын есім сөздер синонимдердің басқа түрлеріне қатысты болып келеді. Есімдіктердің қай түрі болмасын жұмсалу аясы барынша кең. Олардың функционалдық стильдердің барлығында да белсенді қолданылады. Етістіктер сөз таптарының ішінде мол қолданылатындығы жиі жұмсалуына байланысты өзара синонимдік қатынасқа түседі. Олар синонимдердің біраз қалыпты сөз қолданыс жағдайындағы құбылыс деп қараса, енді біразы автордың сөз саптауындағы ерекшеліктерін көрсетеді деп таниды. Енді осы сөз қолданыстардың, тілдік элементтердің орынды орынсыз жұмсалу нәтижесінде жалпы осы стильдік қателерге бой алдыру болып жатады. Стильдік қате белгілі бір сөйлеу жағдайына сай келмейтін стилистикалық нормадан ауытқудың салдарынан болатын қатенің түрі. Тілді жұмсауда күнделікті өмірде нормадан тыс ауытқулар болып жатыр. Мысалы, лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық тұлға бірліктерді өзінің негізгі мағынасына сай, өз орнымен қолданбаудан болатын қателіктер тағы басқалар. Бұлардың барлығы әдеби тілдің лексикалық, грамматикалық нормаларының сақталмауынан болатын тілдік қатенің түрлері. Стилистикалық қате көп жағдайда тілдік талғамның төмендігінен болады. Тілде неғұрлым жиі ұшырасатын нормадан тыс ауытқулардың алдын алу үшін стилистикалық және стилистикалық емес қате түрлерін ажыратып алу қажет. Стилистикалық емес қатенің түрлеріне лексикалық, фразеологиялық, сөз жасамдық, морфологиялық, синтаксистік нормалардың сақталмауынан болатын ауытқулар жатады. Ал стилистикалық қатенің түрлеріне стильдік тұтастықтың сақталмауынан, сөз және грамматикалық құрылымдар мен формалардың
сөйлеу мәнеріне, сөйлеу мақсатына сай болмауынан, сөйлеу түрі мен жанрдың формалық ерекшеліктерін ескермеудің салдарынан жіберілетін қателер жатады. Стилистикалық сауаттылықтың сатылары мен соған байланысты болатын стилистикалық қатенің түрлері бойынша былайша топтастырылады. Бірінші, қазақ тілінің стилистикалық ресурстарын толық білмеудің салдарынан болатын стилистикалық қателер. Келесі, тілдің стилистикалық талғамының төмендігінен болатын стилистикалық қателер. Ол функционалды стиль нормаларының сақталмауынан болатын стилистикалық қателер. Яғни стилистикалық қателер бұл бірінші қазақ тілінің стилистикалық ресурсын толық меңгермеудің салдарынан болатын қателерге бұл сөздік қордың жетіспеуі, бір контекстте бір сөздің немесе түбірлес сөздердің себепсіз қайталануы, мысалы біз бұл өмірде бақытты болу үшін туылдық, сол себепті біз өзімізді бақытты қылуымыз керек, мысалы біз бақытты қылуымыз керек деген мысалы сөздер мен тіркестердің қайталануы. Осы жерде басталып, екеуміздің таныстығымыз басталды мысалы. Келесі, плеоназм мен тавтологиялық сөз қолданыстарының салдарынан сөйлеу тілінің көріксіз кедей болуы. Мысалы, 15 сәуір күні біздің университет ұжымы жылдағыдай Наурыз мерекесін Алматы қаласының орталық бағындағы стадионда тойлайды. Осындағы университет және ұжым сөздері бірін-бірі толықтырып тұрған сөздер болса да, автор оларды қайталап қолданып, плеоназмдардың әсерінен көп сөзділікке жол берген. Келесі, штамп сөздердің қолданылымы. Міне көзді ашып жұмғанша, тамылжыған көктемнің екінші айда келіп жетті, қар еріп жер қарай бастағаннан ақ, күннен ақ, әр тіршілік иесі өзінің тиесілі жұмысымен айналысады. Қыстырма сөздердің орынсыз қолдануы. Қылмыстың алдын алу үшін мектеп қабырғасында дұрыс тәрбие беріп қадағалап және діни сабақтар жүргізу және де инспекторлар қою қажет. Ауыр қылмыс негізінен үлкен жауапты құқық бұзушылық болғанда, яғни ауыр қылмысқа жаза пайдаланылады. Негізінен жеңіл қылмыс немесе құқық бұзушылық үшінде негізінде елімізде адамның белгілі бір құқығынан айырады деген сөйлемдердегі, яғни қыстырма сөздердің орынсыз қолданылуы дәл айтылатын ойдың нақты жетуіне кедергі келтіріп тұр, және бұл сөйлемдердің қолданыс белгілі бір стиль аумағындағы қолданысының дұрыс еместігін көрсетіп тұр. Келесі, әдеби тілге жатпайтын сөздер себепсіз қолдануы. Арман алысты арымай, тереңге тегеурінмен түссең түбі мұратыңа айналмай қоймайды. Келесі, тілдің көріктеу құралдарын керекті жерлерінде пайдаланбау. Әрине, әр адамның өзі біртуар қайта келмес даналары болады. Бұл адамзаттар елі үшін күрескен, сонымен қатар бірге туындыларын қалдырып кеткен данышпандар болмақ. Тілдік стилистикалық талғамның төмендігінен болатын қателер, мысалы, бояма сөздерге құмар болу. Осы өлеңді оқысымен жүрегім дүр сілкінді, мақал-мәтелді оқығанымда сөздің құдіретін терең меңгеріп қана қоймай, санамызда мәңгілікке жатталады. Келесі, сындық маны бар сөздерді дұрыс пайдалана алмау. Осы жолмен жүріп келе жатқан әрбір елдің достығы биік шыңда. Ол болашақта өз мүдделері және күллі адамзат мүдделері үшін тиімді еңбек етеріне шынайы үміттенемін. Менің барынша құрметіме сендіруімді қабыл алғайсыз. Әдемілік үшін ойланбай қолданылған сәтсіз метафоралар мен теңеулердің бейнелі сөздердің болуы. Мысалы, кеудесін керіп, төсін төңкере жайылған кең жазық бетінде көз тірер бір нүкте болсашы. Келесі, функционалдық стиль нормаларының ескерілмеуден жіберетін қателер. Ресмилік мәні басым сөздерді орынсыз қолдану, мысалы. Бұл жылдар сені аңсай сағыну тосу жылдары еді. Мен бұл кезеңде адамдардың жүрегінде мәңгі бақи өшпейтін бір сезім болатынын, ол махаббат сезімі екенін ұқтым. Саған ақша қарыңмен деп айтқым келді. Сол себептен баяу аяңдап келіп, үйреншікті бұрыштан сені іздедім. Келесі, ғылыми емес мәтіндерде термин сөздерді орынсыз қолдану. Ананың мейірімі мен махаббаты шексіз. Ақын жазушылардың романдарын оқығанда ананың жанашырлығы, балаға деген сүйіспеншілігі әсерлі суреттеледі. Себебі оның бір элементі болса да өмірден алынған.
өзге стиль элементтерін орынсыз қолдану. Үлкендердің алдын ала ойластырылып жасаған бұл жоспардың тамаша нәтижесі болғаны жұртқа жақсы белгілі. Ұстаздардың адамдық пен аярлыққа, әділетсіздік пен жалғандыққа, крепостнойлық тәртіпке қарсы ащы сындар айтып мысқыл сөздерді боратуы, кадеттердің ой өрістерінің дамуына, өмірге, қоғам құбылыстарына қатысты біршама дұрыс көзқарастарының қалыптасуына едәуір ықпал етті. Келесі, контекстік мағынаны ескермеуден болатын қателер. Бұған әсіресе жалпы шығарма мазмұнының функционалдық стильдік тұтастығына қатысты қателіктер жатады. Яғни шығарма мазмұнының тақырыпқа не тақырып атауына сәйкес келмеуі және тақырыптың ашылмауы деген мәселелер. Яғни бұл